Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Балабақша.сексен.kz порталы бойынша жұмысымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз баланы порталға енгіздік. Енді ата-ананың балабақшаға өтініш қалдыруын үйренетін боламыз. Ол үшін сол ағымдағы порталға кіреміз. Ата-ана порталға кіріп тұру қажет, яғни басты бетте өтініш қалдыру батырмасын шертеміз. Ағымдағы терезеге сәйкесінше мәліметтер толтыру қажет. Оқыту тілі. Балаңыз қай тілде оқығанын қалайсыз? Балабақшада. Бізде қазақша. Ауданымыз таңдаймыз. Шардара ауданы. Елді мекен таңдайсыз. Бұл жерде маңыздысы балабақша қай маңайда болғанын қаласаңыз, мысалы Шардара қаласында. Ағымдағы қолданушымыз Шардара қаласында тұрады, сондықтан Шардара қаласын таңдаймыз. Әлеуметтік мәртебесі. Жеңілдіксіз. Егер жеңілдіктер бар болса, жеңілдіктер барын таңдап, қажетті мәліметтерді енгізу қажет. Баланы таңдаңыз. Жаңағы енгізген баламыз, яғни Анарбай Айым Марат қызын таңдаймыз. Келесі батырмасын шертіп, өтініш қалдыруды аяқтаймыз. Хабарламаларға барып, біз жіберген өтінішімізді көрсек болады. Ағымдағы өтініште сіздің сұранысыңыз қабылданды, балабақшаға кезек 285 орында деп көрсетуі қажет.